Кабачкинен икра видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Өте керемет дәмді, тез дайын болатын икра. Менде кабачки дачный, өте дәмді, свежий. Осындай кабачкиді сыртын жақсылап тұрып жуып аламын да, екі шетін кесіп сыртын тазалаймын, қабығын ашаймын. Осылайынан жұқалап ашып аламын. Осының қабығын ашып болғаннан кейін төрт бұрыштылап ірілеу қып тураймыз. Тура видеодағыдай қылып дайындасаңыздар өте керемет дәмді болып шығады. Блендер болса, блендер пісіп болған кейін блендермен ezген одан да күшті болады. Енді блендер жоқ болып жатса, мясорубкамен істеуге болады. Менде блендерім жанып кетіп, мясорубкаға өткізе салдым. Осылайынан жақсылап тұрып ашып аламыз. Енді икраның бәрін осылай тазалап алдық. Енді ірілеу кубикта қылып тураймыз, төрт бұрыштап. Көрсем қандай ірілікте, осылайынан турай береміз. Баяу отта, бірінші жылдам отқа қойып қайнатып аламыз да, сосын кейін бір баяу отқа қоямыз. Каждый қуырған сайын 10 минуттай қуырамыз, суы бәрі суалып, керемет болады сәбізі мен пиязы. Міне менде кабачки 3 килограмм болды. Енді пиязымызды сыртын ашып, осылайынан жарты кольцаға ашып ала тураймыз. Ұсақтап қалай турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Осыны 300 грамм майға қуырамыз, сәбізді теркадан өткізіп аламыз қазір. Менде 6 банка шықты. Біреуін жедік, өте керемет дәмді болып шықты. Таңғы асқа немесе кешкі тамаққа өте керемет салат. Икра. Осындай турап алдық. Енді чесногымызды, бір бас чеснок жетеді, осылай турап аламыз. Ірілеу болса да бола береді. Осындай турап алдық. Енді міне морковымызды жуып, жан-жағын ашып, сыртын бәрін. Енді ірі теркада осылайынан өткізіп аламыз. Қандай ұзын болсын, қысқа болсын, бәрібір өткізе бересіздер. Ұзын қылып өткізу міндетті емес. Осылайынан өткізе бересіздер, қалай болса да. Әйтеуір теркадан өткізіп аламыз. Өз 4 сат қана, 5 сат қана сұйық май, сәбіз, кабачки, чеснок, пияз,
4 заттан ғана тұрады. Мен чұрқылап болдым. Енді сұйық майымызды отқа қойып, қайнатымаймыз. Енді пияз сұйық майымызды құйып қайнатамыз. Мен қайнатып пиязымызды саламыз. Су алғанша жақсылап қуырамыз. 5-8 минуттай. 5-8 минуттай қуырамыз, жақсылап араластырып отырамыз. Асты жабысып қалмау керек. Осы бетін жауып, жақсылап қуырып аламыз.